Сәлем қыздар, бүгін сіздерге ерекше дәмді десерттердің бірі пирог банофидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін тамашалап, тіркеліп, каналыма және пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Пирогтың рецептісі өте қарапайым. Бізге қажетті заттар: тестасына сары май, сахарная пудра, ұн, 2 жұмыртқаның сарыуызы және шым-шым тұз. Бөлек бір үлкендеу ыдысымызға ұнымызды, шым-шым тұзымызды, сахарная пудрамызды қосамыз және осы жерге сары майымызды үккіштен өткіземіз. Барлығын біріктіріп, крошка жасаймыз. Бізде сары май морозильниктен алынған, яғни өте суық сары майымызды теркадан өткіземіз және барлығын біріктіріп, крошка дайындаймыз. Ең соңында сол крошкамызға 2 жұмыртқаның сарыуызын араластырып, қамыр илейтін боламыз. Артық еш нәрсе қоспаймыз. Су, сүт, сметана деген дүниелерді мүлде қоспайсыздар. Сондай-ақ содада разрыхлительді қоспаймыз. Бізде тестамыз песочный болады және хрустящий болады. 2 жұмыртқаның сарыуызымен қамырымызды біріктіреміз және формамызға біркелкі етіп жайып шығамыз. Формаға жайғаннан кейін морозильникке 15-20 минутқа салып аламыз. Енді банофи пайдың кремін дайындаймыз. Ол үшін 33%-дық сливкиімізға сахарная пудраны қосып, миксермен араластырамыз. Крем қоюланғаннан кейін кондитерский мешокқа салып, кремімізді жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Крем аздап қатуы қажет. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз және морозильниктен шыққан тестамызды шаншқымен тесіп аламыз да 15-20 минутқа пешке пісіріп аламыз. 180 градуста 15-20 минут. Пирогтың начинкасына бізде банан және вареное сгущенное молоко. Бананымызды осылай долька қылып турап аламыз және тестамыз суығаннан кейін ғана формасынан аламыз. Тестаның құрамында май болғандықтан майламаймыз формамызды және де ешқандай пергамент төсемейміз. Бірден осылай суығаннан кейін форма өздігінен алынады. Вареное сгущенкамызды осылай жайып шығамыз. Абайлап жаясыздар, қыздар, қатты бассаңыздар, тесто сынып кетуі мүмкін. Деп фирмасының сгущенное молокосын алсаңыздар, варенкасын өте дәмді болып шығады. Банандарымызды сгущенканың бетіне осылай жайып шығамыз. Біздің креміміз қатайды, тоңазытқышта шамамен 30 минуттай тұрды. Енді кондитерский насадкамыздың көмегімен бетіне кремімізді жағып шығамыз. Кремді бірден егерде холодильникке салмай осылай насадкамен жағатын болсаңыз, онда крем ағып кетеді, өйткені сұйықтау болады. Сондықтан міндетті түрде кремді қоюлатып дайындап алғаннан кейін оны міндетті түрде холодильникке салып алу керек. Біраз қатайғаннан кейін ғана барып насадкамен осылай әдемелеп, әрлеп кремін жайып шықсақ болады. Міне біздің банофи пайымыз дайын. Ең соңғы момент ол бетіне какао ұнтағын сеуіп шығамыз. Шамамен 1-2 сағатқа холодильникке салып алып барып қолданғандарыңыз жөн. Крем тағы да қатаяды, пропиткасы да жақсы болып шығады. Жасап көріңіздер, қыздар, өте дәмді пирог, жанұяларыңызға ұнайды деген үміттемін. Біздің жанұямызға өте қатты ұнады. Ас болсын.